Кітабымыздың 79-шы бетіндегі 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Берілгенін оқимын. Өрнектер құр және олардың мәнін тап. Балалар, бізге өрнектер құрып, олардың мәнін табу қажет. Ендеше ең алғашқысын оқимын. 90 мен 36-ның айырмасынан 22-ні азайту. Өрнек құрастырайық. 90 мен 36-ның айырмасы дегеніміз 90-нан 36-ны азайт дегенді білдіреді. Осы айырмадан енді тағы да 22-ні азайтамыз. Алынған 22. Баған түрінде есептейік. Өрнегімізде жақша болса, жақшаның іші бірінші орындалады. Естеріңнен шығармаңдар. 90-нан 36-ны азайтамын. 0-ден 6-ны азайта алмаймын. Сондықтан 9 ондықтың 1 ондығын аламын. 1 ондығымыз 10-ға тең. 10-нан 6-ны азайтамын. 4. 9-дың 1 ондығын алғандықтан 8 қалды. 8-ден 3-ті азайтамын. 5. 54 саны шықты. Енді осы 54 санынан 22-ні азайтамын. 54 алынған 22. 4 бірліктен 2 бірлікті азайтамын. 2. 5 ондықтан 2 ондықты азайтамын. 3. Өрнектің мәні 32-ге тең екен. Келесі ә нұсқасы. 100-ден 40 пен д-ның айырмасын азайту. Мұндағы д тең 29. Балалар, бізге әріпті өрнек беріліпті. Әріпті өрнектің ерекшелігі бізде сандардан бөлек кез келген латын әріпі болады. Мұнда д әріпі беріліпті. Өрнекке қарайық. 100-ден азайт делінген. Жазамын 100, азайту. Нені азайтамыз? 40 пен д-ның айырмасын. 40-тан д-ны азайт делінген. Мінекей өрнегімізді құрастырдық. Енді д-ның орнына 29 санын қойып жазамын. 100-ден 40 пен 29-дың айырмасын азайтамын. Жақшаның ішін есептейік. 40-тан 29-ды азайтамын. 0-ден 9-ды азайта алмаймын. Сондықтан 4-тің 1 ондығын аламын. 10-нан 9-ды азайтамын. 1-ге тең. 4-тің 1 ондығын алғандықтан 3 қалды. 3-тен 2-ні азайтамын. 1. Жақшаның ішінде 11 саны шықты. Енді осы 11 саны 100-ден азайтылады. 100-ден 11-ді азайтамын. 0-ден 1-ді азайта алмаймын. Сондықтан 1 жүздіктің 1 ондығын аламын. 1 ондығымыз 10-ға тең. 10-нан 1-ді азайтамын. 9. Екінші нөліміз 9 ондыққа айналады. Себебі біз оның 1 ондығын алдық. 9-дан 1-ді азайтамын. 8. Сонда айырманың мәні 89-ға тең екен. Мінекей өрнектер құрып, олардың мәнін таптық. 79-шы беттегі 6-шы тапсырма аяқталды. Жарайсыңдар балалар.